Assalamu alaikum достор. Бүгінгі сабақта біз флешкаға Windows 10 операциондық системасыны установочный қылып жазуыны үйренеміз. Аны үшін бізге 8 гигабайттан жоғарғы флешка керек. Флешкаға операциондық системаны установочный қылып жазу үшін UltraISO деген программа керектелет. UltraISO программасын ачабыз. Андан кейін файл, андан кейін открыть менюсын басабыз. Windows 10 операциондық системасын таңдайбыз. Андан кейін открыть басқычын басабыз. Мына көріп тұрғаныңыздарда еле бардық файлдар ачылды. Егер бардық файлдар ушундай болып ачылған болса, анда туура болгон болот. Андан кейін флешкаға жазуу үчүн загрузка менюсуна кирип, андан кейін 4-нчы катардағы записать образ жесткого диска менюсын тандайбыз. Бұл айнектеден біз диск драйв бөлімін тандап, ал жерден біз флешканы тандайбыз. Метод запись бөлімінде USB HDD бөлімі туруш керек. Андан кейін флешканы форматтайбыз. Аны үчүн формат басқычын басып, флешканы форматтайбыз. Флешканы форматтап бүткөн соң записать басқычын басабыз. Записать басқычын басқандан соңдағы флешканы форматтоо үчүн эскертүү келет. Биз ага макул болобуз. Андан соң флешкага жазуу башталат. Флешкага жазылып бүткөн соң запись завершена деген белги чыгат. Андан кейін UltraISO программасын жабабыз. Андан соң флешкага жазылганын текшерип көрөбүз. Аны үчүн компьютерди ачып, флешкага киребиз. Мына бул жерде бардык файлдар жазылган. Шуну менен биздин сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактарды калтырууну каалабасаңыз, анда биздин каналга катталыңыз. Аны үчүн подписаться баскычын басып, биздин каналга катталып коюңуз. Жана эгер бул видеоролик сизге жаккан болсо, лайк баскычын басып, комментарий калтырып, жана досторуңуз менен бөлүшүңүз. Сабактагы кемчиликтер үчүн кечирим сурайбыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.